Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін осындай керемет пиццаның түрлерін жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен өлшеніп алған ұнымызға жылы суымызды, ашытқымызды, сұйық майымызды, қант, тұз салып шығамыз да, бірінші қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен өте жұмсақ қамыр қылып елеп аламыз. Елеп алған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Одан кейін көтерілгеннен кейін қамырымызды теңдей үшке бөліп шығамыз. Қамырды оқтаудың көмегімен жаямыз. Пергамент қағазына салып алғаннан кейін бет шетіне осылай бортик жасап шығамыз, дөңгелектеп. Соусқа кетчуп майонез араластырып, бетіне қамырға жағып шығамыз. Кейін мен арнамда өте керемет пирогтардың, торттардың түрлері шығады. Солар жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алыңыз және қоңыршаны бас қойды ұмытпаңыз. Соустың бетіне салып помидорымызды, колбасаларымызды, одан кейін теркадан өткен сырларымызды сеуіп шығамыз осылай. Қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Екінші қамырдың да түрін осылай жайып шықтым пергамент қағазына. Бетіне соус жағып, одан кейін моцарелла сырын саламыз. Колбасаларымызды, одан кейін теркадан өткен сырларымызды сеуіп шығамыз осылай. Кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қыздар, менің арнамда алдағы уақытта керемет рецептерлердің түрлері шығады. Солар жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде пиццаны жасап көріңіздер, өте керемет болып піседі.